Қашықтықтан оқыту жөніндегі балаларға арналған жаднама. Бірінші блок мен және менің күн тәртібім. Қадірлі оқушы, қашықтықтан оқыту жағдайында сіздерге уақытты тиімді пайдалану және оқу режимі мен күн тәртібін сақтау қажет. Бірінші, таңертең үнемі бір уақытта тұру. Ұйқыдан тұру мен оқу арасы кемінде 60 минут болуға тиіс. Бұл уақытта сіз оянуға, таңертеңгі асты ішуге және сабаққа даярлануға үлгеруге тиіссіз. Екінші, күн тәртібін қашықтықтан оқытылатын сабақтардың қосымша кестесін ескере отырып ұйымдастырған жөн. Әрбір сабақтан кейін сәл тынығуға мүмкіндік беретін 10 минуттық, 30 минуттық динамикалық үзіліс дене шынықтыру қажет. Сондай-ақ көзге арналған сергіту сәтін жасау және бөлмені желдету қажет. Күнделікті үй тапсырмасын орындау керек. Екінші блок – интернетте жұмыс істеу ережелері. Интернет желісінде жұмыс істеу кезінде өте мұқият болыңыз және келесі ережелерді сақтаңыз. Бірінші, бейтаныс сайттарға кірмеңіз. Екіншіден, егер сізге таныс адамыңыздан да Word немесе Excel файлы поштадан келсе, файлды ашудан бұрын ондағы вирустың бар жоғын міндетті түрде тексеріңіз. Екінші блок – интернетте жұмыс істеу ережелері. Интернет желісінде жұмыс істеу кезінде өте мұқият болыңыз және келесі ережелерді сақтаңыз. Ең алдымен бейтаныс сайттарға кірмеңіз. Екіншіден, егер сізге таныс адамыңыздан да Word немесе Excel файлы поштадан келсе, файлды ашудан бұрын ондағы вирусты бар жоғын міндетті түрде тексеріңіз. Егер поштаға бейтаныс тіркеме немесе файл келген жағдайда, оны іске қоспаңыз, бірақ себетті дереу тазалаңыз. Еш уақытта ешкімге өз құпия сөзіңізді жібермеңіз. Өз құпия сөзіңізге қиын сақталатын сандар мен қаріптер жиын пайдалануға тырысыңыз. Интернетпен жұмыс істеу кезінде өзіңіздің жеке мәліметтеріңізді көрсетпеңіз. Жасырын есімді пайдаланыңыз, немесе ник. Келесі, ересектердің бақылауынсыз ешбір жағдайда да интернет желісінде танысқан адамдармен жолықпаңыз. Егер желіден тіркеуден өту қажет болса, онда оны ешқандай жеке ақпарат көрсетілмейтіндей етіп жасаңыз. Интернетте орналасқан барлық ақпаратқа сенуге болмайды. Экрандағы маңызды мәліметтермен компьютерді қараусыз қалдырмаңыз. Соңғысы, жалпыға қолжетімді маңызды мәліметтерді компьютерде сақтамаңыз. Үшінші блок – гигиенаның қарапайым ережелері. Қадірлі балалар, онлайн оқытудың белгілі бір еңбек гигиенасын көздейтіндігін есте ұстау аса маңызды. Сондықтан бірнеше қарапайым ережелерді сақтау қажет. Жеке гигиена қағидаларын қатаң сақтау, тісті тазалау, таңертең және кешке жуыну, таңертең және кешке, сондай-ақ тамақ ішер алдында бет пен қолды жуу, күн тәртібін сақтау, жұмыс орнын ұйымдастыру, таза ауада серуендеу. Таңертеңгі дене шынықтыру және сабақтардың арасындағы үзілістер кезінде сергіту сәті кешендерін орындау және уақытылы тамақтану. Төртінші блок – сергіту сәті және денсаулық. Сізге таңертеңгі дене шынықтыру мен сабақтардың арасындағы үзілістер кезінде сергіту сәті кешендерін орындау керек. Әрбір бейне сабақтан кейін үзіліс уақытында көзге арналған жаттығу кешендерін жасау. Жылдам жыпылықтату, одан кейін 5-ке дейін баяу санап, көзді жұму, 4-5 рет қайталау.
Келесі жаттығу көзді қатты жұму және 3-ке дейін санау. Көзді ашу және алыстан қарау. 5-ке дейін санау. 1-ден 5-ке дейін санай отырып, созылған қолмен сұқ саусаққа қарау. Одан кейін жанарды алысқа 1-ден 6-ға дейін санап ауыстыру. Жаттығу көз қозғалысының амплитудасы арқылы экраннан бұрылу. Ырғақты тыныс алу арқылы отырып немесе тұрып орындалады. Келесі блок өзіңізді және компьютеріңізді қорғаңыз. Өз компьютеріңді қауіпсіз пайдалануды үйрен. Компьютерінде BrandMauer мен вирустан қорғау программасының орнатылғанына көзіңді жеткіз. Оларды дұрыс пайдалануды үйрен. Бұл программалардың уақытылы жаңартылып отыруға тиістілігін есінде ұста. Компьютерінде орнатылған Windows және тағы басқа операциялық жүйенің жұмыс жасау мүмкіндігін зерделе. Қателерді қалай түзетуді және программаны жаңартуларды қалай жасайтынын біліп ал. Егер сен сенімсіз болсаң, немесе файлды кімнің жібергенін білмесең, оны ашпа. Нақ осылай трояндықтар мен вирустар сенің компьютеріңді зақымдайды. Сақ бол, мейірімді бол. Онлайнда басқа адамдармен пікірлескен кезде олардың саған назар аударатындай ізеттілік таныт. Артық сөзден аулақ бол және өзіңді теріс қылықтармен көрсететіндей әңгімелерді айтпа.